Сәлеметсіздер ме, құрметті 6 сынып білім алушылары. Бұл біздің пропорцияға арнаған екінші видеомыз. Бұл видеода біз жаңа пропорция алу әдістерін үйренеміз. Алдымен ең маңызды деген ұғымдарды бір қайталап еске түсіріп алайық. Айталық, бізге бір кез келген қарапайым ғана 3-тің 4-ке қатынасы тең болады 6-ның 8-ге қатынасы деген пропорция берілсін. Оның шеткі мүшелері 3 және 8-ге тең, ал ортаңғы мүшелері 6 және 4-ке тең. Пропорцияның негізгі қасиеті шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деген қасиет еді. Бізге керекті маңызды деген ақпараттарды еске түсіріп алдық. Қарастырып бастаған қарапайым пропорциямыздың берілгенін қойып қойдым. Дәл осы пропорциядан біз жаңа пропорция алу әдістерін үйреніп бастайық. Біріншісі, ортаңғы мүшелерін орнын ауыстыру арқылы дейді. Демек, шеткі мүшелері 3 пен 8 өз күйінде жазылады, тек 6 мен 4-тің, яғни ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстырады екенбіз. Келесінде шеткі мүшелерінің орнын ауыстыруымыз керек екен. 8 пен 3-тің орнын ауыстырайық, ал 4 пен 6 өзгеріссіз жазылады. Ары қарай ортаңғы әрі шеткі мүшелерінің орнын ауыстыру екен. Демек, 8 пен 3-тің де 6 мен 4-тің де орнын ауыстыру арқылы жаңа пропорция алады екенбіз. Ары қарай оң жағы мен сол жағын орнын ауыстыру дейді. Қараңыздар, біздің жағдайда оң жағы 6-ның 8-ге қатынасы еді, ал сол жағы 3-тің 4-ке қатынасы еді. Орнын ауыстыру арқылы жаңа пропорция алдық. Келесі әдістерінде біз енді дәл осы оң жағы мен сол жағы ауыстырылған пропорцияға қараймыз. Оның алдымен ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстырамыз. Демек, шеткі мүшелері әзірге өзгеріссіз жазылып тұрсын. Ортаңғыларын ауыстырайық, 8 пен 3-тің орнын. Келесінде дәл осы жаңа пропорцияның шеткі мүшелерінің орнын ауыстырамыз. Яғни 4 пен 6 ауысты, ал 8 пен 3 өзгеріссіз жазылып тұр. Келесі, ортаңғы әрі шеткі мүшелерін ауыстырамыз. Дәл осы оң жағы мен сол жағы ауысқан пропорцияның 4 пен 6 ауысады және 3 пен 8. Жаңа пропорция алу әдістері осылар. Бір-бір есте қалу үшін қайталап шығайық ауызша. Бірінші кезекте біз ортаңғы мүшелерін ауыстырамыз. Келесінде екі шеткі мүшесін ауыстырамыз. Келесінде ортаңғысында шеткісінде ауыстырамыз. Ары қарай біз оң жағы мен сол жағын ауыстырып алып жаңа пропорция жазамыз да, оның екі ортаңғысын, екі шеткісін, ортаңғы әрі шеткісін ауыстыру арқылы келесі пропорциямызды аламыз. Жалпы санайтын болсақ, бастапқы берілген пропорциямыз алғашқысы болатын болса, өзімен қоса жаңа 7 пропорцияны құрып, 8 түрлі пропорцияны жаза алады екенбіз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Нақтырақ үйреніп алу үшін видеоны паузаға қойып тұрып, өзіңізге арнайы кез келген пропорцияны жазып алып, оны 7 түрлі түрлендіру арқылы жаңа пропорцияларды құрып үйреніңіздер. Осымен видеоны аяқтаймыз. Міндетті түрде лайк басып қойыңыздар. Осымен бұл видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге видео ұнаған болса лайк басып қойыңыздар. Каналды жоғалтып алмау үшін подписаться түймесін де ұмытпай басып қойыңыздар.